Сәлем достар, көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгінгі тақырып родительный падеж, яғни іліп септік. Іліп септіктің сұрағы кімнің және ненің деген сұраққа жауап береді. Орыс тілінде кого, чего. Тағы да орыс тілінде жай ғана кімнің ненің емес, кімнің жоқ екенін, ненің жоқ екенін сұрап тұратын септік. Яғни нет кого, нет чего. Мысалы, нет мамы, нет подруги, нет дивана, нет пароля. Байқасаңыздар, мама сөзі родительный падежде мамы болып кетті. Подруга сөзі подруги болып кетті. Диван сөзі дивана болды, және пароль деген сөз пароля болды. Яғни соңғы жалғауды қараймыз, өзгеріп отырған. Бүгін соны талқылап үйренетін боламыз. Онда кеттік. Соңғы жалғаулар қалай өзгеріп кететінін білу үшін біз ненің жоқ екенін білмей жатып, бірінші бар екенін біліп алайық. Орыс тілінің жалғауы қай шақта алсақ та бірдей болады. Яғни мысалы, у меня не будет мамы, у меня нет мамы, у меня не было мамы. Сондықтан мен тек қана қазіргі осы шақта алып сөйлеймін. Яғни у меня есть, у меня нет деп, сол жеңіл болу үшін. Сіз оны кейін қай шаққа алып қойсаңыз да жалғауы дәл солай ешқандай өзгермейді. Қандай да бір сөз А әріппен аяқталып тұрса, мама, папа, мужчина, одежда, комната, квартира, машина, бәрі А әріппен аяқталып тұр. Ол кезде ол нет кого, нет чего деп родительный падежге өзгерткен кезде жай ғана соңғы әріпі И болып кетеді. Өздеріңіз қайтып көріңіз. У меня есть мама, у меня нет кого? Дұрыс, мамы. У меня нет папы. У меня нет комнаты. Нет чего? Нет комнаты. У тебя есть квартира, а у меня нет квартиры. У тебя есть машина, а у меня нет машины. Деген сияқты, Нет чего, нет машин, нет кого, нет папы. Бірақ қараңыздар, егерде дәл солай А әріппен аяқталып тұрса, бірақ Аның алдында Г, К, Х, Ж, Ш, Ч, Ш әріпі болса, ол кезде И болып өзгермейді, ол кезде И болады. Яғни, у меня есть подруга, а у тебя нет кого? Подруги. У меня есть куртка, а у тебя нет чего? Куртки. У тебя есть сумка, а у меня нет сумки. У тебя есть каша, а у меня нет каши. У тебя есть ручка, а у меня нет ручки. У тебя есть дача, а у меня нет дачи. У него есть книга, а у тебя нет книги. Ал енді кішігірім практика жасап жүрейік, есімізде жақсы сақтап қалу үшін. Мен сіздерге А мен аяқталған сөздерді айтамын, ал сіз оны родительный падежге түсіріп, сол жалғаумен жауап бересіз. Мысалы, мен айтамын, у Асана есть книга деймін. Ал сіздер айтасыздар, а у Азата нет книги. У Асана есть мечта, а у Азата нет чего? У Асана есть машина, а у Азата нет чего? У Асана есть собака, а у Азата нет. У Асана есть вода, а у Азата нет чего? У Асана есть девушка, а у Азата нет кого? У Асана есть шляпа, а у Азата нет чего? Барлықтарыңыз дұрыс жауап берді деп сенемін, ойлаймын. Егерде қате жауап берсеңіз, онда мына видеоны қайттан көріңіз. Мүмкін түсінбеген жеріңіз бар шығар. Барлығы түсінікті болса, енді ары қарай жалғастыра береміз.
Көбінесе а мен аяқталатын сөздерді білесіздер сіздер, ол женский родқа жатады, иә. Ал енді я мен аяқталатын сөздерді талдап өтейік. Бұл да көбінесе мынау женский родтардың сөздері, иә. Семья, у меня есть семья, у тебя есть баня, у меня есть дядя, у меня есть песня. Енді жоқ деп родительный падежге қойып айтқанда, я әріпі иге айналады. Яғни, мысалы, есть баня, но нет бани. Есть дядя, но нет дяди. Есть история, но нет истории. Есть идея, но нет идеи. Нет кого, нет дяди. Нет чего, нет земли. Ал енді мұны мягкий знакпен аяқталатын сөздерді қарастырайық. Бұл сәл күрделі қиынырақ болады. Мен сіздерге алдын ала айтып кеткенмін, родтарды міндетті түрде жаттап алыңыздар деп. Өйткені осы родтарға айналып келіп тірелей береміз. Родтарды сіз біледі деп есептейін, білмесеңіз жаттап алыңыз. Мягкий знак, бірақ мужской род болса, ол кезде и әріпі болып кетеді. Дәл солай мягкий знакпен аяқталып тұрса, бірақ ол женский род болып тұрса, ол и әріпі болып кетеді. Мысалы, учитель, но нет учителя. Пароль, нет пароля. Шампунь, нет шампуня. Бұл мужской род. Мужской родта мягкий знак болса, родительный падежде мягкий знак жоғалып кетеді. Оның орнына и әріпі пайда болады. Женский родта дәл солай мягкий знак жоғалып кетеді да, оның орнына и әріпі пайда болады. Ночь, нет ночи. Нет чего, нет ночи. Есть связь, но нет связи. Есть мелочь, но нет мелочи. У меня нет мелочи деп айтасыз, иә? Бұл жерде исключение бар. Бұны жай ғана жаттап алу керек. Ал енді ешқандай жалғауы жоқ, дауыссыз дыбыспен аяқталатын сөздерді қарайық. Бұл жерде ең оңайы, қандай да сөз дауыссыз дыбыспен аяқталса, жай ғана оған а әріпін қоса саламыз. Дауыссыз дыбыс сіздер білесіздер, ол мужской родқа жатады. Ол кезде жай ғана а әріпін қоса саламыз. Яғни, у меня есть телефон, а у тебя нет чего? Дұрыс, телефона. Нет сахара, нет хлеба. Нет чего, нет хлеба. Нет кого, нет Азамата. Дәл солай, мысалы, нет Азата. Нет кого, нет Данияра. Нет кого, нет Қайрата деген сияқты бәрі бірдей аяқтала береді. Тек қана а әріпін қоса саламыз. Ескерту, бұл жерде исключение бар. Мысалы, сон, отец, подарок, певец, перец деген сөздерді қарап тұрсаңыз, ол да дауыссыз дыбыспен аяқталып тұр, бірақ бұлар басқаша өзгереді. Сон, нет сна. Отец, нет отца. Подарок, нет подарка. Певец, нет певца. Перец, нет перца. Бұндай сөздер өте көп, исключение, бұны тек қана жаттап болуға тура келеді. Ал енді ең соңғысы мынау средний родқа жататын сөздер, о әріпі және е әріпіне аяқталатын сөздер. Бұл өте оп-оңай. О әріпіне аяқталған сөздер родительный падежде а болып кетеді, а е аяқталған сөздер я болып кетеді. У меня есть вино, а у тебя нет вина. Есть окно, нет окна. Есть лицо, нет лица. Есть кольцо, но нет кольца. Есть платье, но нет платья. Есть море, нет моря. Нет чего, нет моря. Есть растение, нет чего, нет растения. Бұл жерде де исключение бар. Бұл мынандай сөздер: пальто, кофе, кафе, метро, резюме деген. Бұл қандай падежге салса да септелмейді. Дәл солай болып қалады. Яғни, мысалы, есть пальто, нет пальто. Есть кофе, нет кофе. Нет чего, нет кофе. Нет чего, нет метро. Нет чего, нет резюме. Қай падежге түсірсе де дәл осы күйінде қалады. Ал қорытындылай келе, родительный падежде жалғауы тек қана 4 әріп: я, а, и,
ый болды, басқа ешқандай жалғау жоқ. Біздің қазақ тілінде одан қарағанда сәл қиындау, бізде дын, тын, тін, тын деп. Одан қарағанда бұл жеңіл, иә. Ал тағы да бір қайталап өтейік. А әріпімен аяқталған сөздер и және ыйға болып өзгереді. Мысалы, зарядка, нет зарядки. Шуба, нет шубы. Мягкий знакпен аяқталған сөздер мужской родта я болады, женский родта и болып өзгереді. Медведь, нет медведя. Обувь, нет обуви. Ямен аяқталған сөздер и болып өзгереді. Песня, нет песни. Земля, нет земли. Ешқандай жалғаусыз орыс тіліндегі нулевой окончание дейді ғой. Оған жай ғана а әріпін қоса саламыз. Мысалы, дом, нет дома. Торт, нет торта. Және де средний родқа жататын е мен о мен аяқталатын сөздер о болса а болып өзгереді. Окно, нет окна. Кольцо, нет кольца. Е мен аяқталған сөз я болып кетеді. Мысалы, море, нет моря. Горе, нет горя. Біз атау септікті білеміз, ешқандай жалғау жоқ. То, что деген сұраққа жауап береді. Ал бүгін біз родительный падеж ілік септіктің жалғауын білдік, иә? Енді әр сабақ сайын әр септіктің жалғауларын біліп отырамыз. Соңғы жалғауларын үйреніп, сын есімдерді қолдана тұра сөйлем қарап үйренеміз. Келесі сабақта осы ілік септікті ары қарай жалғастырамыз. Көпше түрде жалғауларын қараймыз және осы ілік септіктің родительный падеждің чей, чья, чье, чьи деген сұрақты талдаймыз. Ручка. Чья это ручка? Это ручка моя деген сияқты. Кімнің қаламы? Бұл қалам менің қалам деген сияқты. Осы сұрақтарды дұрыс қою және осы сұраққа дұрыс жауап беруін үйренеміз. Жарайды достар, осымен сабақ бітті. Егер де видео ұнаса лайк басамыз, пікір жазамыз. Қандай да сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Тағы да баршаңызға мыңда бір рахмет. Сау, саламатта болыңыздар. У него сейчас нет семьи. У него сейчас нет дома. У него сейчас нет работы. У него сейчас нет друзей. У него сейчас нет любовницы. У него сейчас нет машины. У него сейчас нет денег. Яғни, нет кого, нет семьи, нет чего, нет дома, нет чего, нет работы, нет кого, нет друзей, нет кого, нет любовницы, нет чего, нет машины, нет чего, нет денег.